Тағы ол. Не істеймін? Той бізде жұқпайды дейді ғой, 5 уақыт намаз оқимыз, 5 рет қол жуамыз. Керек емес бір адам. Жұқпайды дейді ғой. Ой, кім айтты оны? Айтып жатыр ғой, Сақтансаң сақтайды, тағып алма. Ойнайтын нәрсе ма саған? Жұрттың бәрі ақымақ па, тағып ал. Сақтансаң сақтайды. Неше алғаны садақасыз? Бұл дұрыс болды. Кеттік байық. Садаға басып келесің ба, брата? Иә. Неге үйттің? Мешіт жауып қалған жоқ па? Жұма оқымайды деп айтыр. Мешіт жауып қалды екен деп енді садақа бермейсің ба? Қазір нағыз садақаның ше беретін уақыт әлі. Біріншіден садақа не істейді? Бәле адам сақтайды. Жолыңды ашады. Оның үстіне мына мешіттің алдына аптасына 2 реттен, 1 реттен дезинфекция жасап жатыр. Оның бәріне қаржыны қақтан алады. Мешітке өкімет айлық бермейді. Мешіттің ішінде қанша қызметкер бауырларымыз бар. Оларға жасаған көмегіміз болады. Алланың үйіне жасаған көмегің болады. Ал сенің Алланың үйіне жасаған көмегің ешқашан қайтарымсыз қалмайды. Садақаң қабыл болсын. Аға? Шайдаңыз. Ертең қабыл болсын ба? Дұрыс айтты, брата. Достарыңа да айтып